Кеш жарық қымбатты бауырластар. Бүгін сіздер Құдайдың кешірімі деген тақырыпта уағыз тыңдайсыздар. Миха пайғамбар өзінің әңгімесін аяқтай отырып, Құдайға таң қалып, кінәсінен арылтатын, әрі оның тірі қалғандарының теріс істерін кешіретін сен сияқты қай Құдай бар деп айтады. Миха таң қалып отыр. Бірақ ол Құдайдың таңғажайып жаратылысына таң қалып отырған жоқ. Бізді қоршаған табиғат, аспан жарқыншақтардан, көк күмбезі, көк жиек, көк аспанда қаптап жатқан жұлдыздардан бастап, қарапайым судың тамшыларына дейін оның шеберлігінің дәлеліне толы. Әлем өнердің бір орасан зор көрмесі сияқты. Күні-түні жаратушының даңқын жариялайды. Бірақ пайғамбар бұл туралы айтып отырған жоқ. Оның таңғалуының себебі Құдайдың шексіз даналығы да емес. Ол пайғамбар, сондықтан Құдай оған болашақты аян ретінде ашып көрсетеді. Ол Құдайдан мәлімет алып, көп жылдардан кейін не болатынын алдын ала айтады. Миха пайғамбардың жазбасының 5-ші тарауда Құдай Миха пайғамбар арқылы Иса Мәсіхтің жер бетіне кішкентай нәресте ретінде келетінін, ол Бетлехем қаласында туылатынын алдын ала айтады. Ол Құдайдан орасан зор хабарды білді. Бұған қоса 700 жылдан астам алдын білген болатын. Бәрібір, бұған да Миха таң қалмады. Құдайдың жаратылысы мен даналығы сөзбен жеткізе алмайтындай ұлы. Пайғамбар ақыр соңында Құдайдың басқа бір қасиетіне тоқталады. Ол Құдайдың кешірімін ерекше атап көрсетеді. Тыңдаңыздар. Өз меншікті халқын кінәсінен арылтатын, әрі оның тірі қалғандарының теріс істерін кешіретін сен сияқты қай Құдай бар? Сен мәңгілікке қаһарланбайсың. Қайта берік мейірім көрсетуден рахат табасың. Сен бізге қайтадан рахымыңды көрсетесің. Әділетсіз істерімізді аяғыңмен таптап, күнәларымыздың бәрінде теңіздің тұңғиығына тастайсың. Миха пайғамбардың жазбасы 7-ші тарау 18-19 аяттар. Кешірім бұл киелі жазбаның ұлы және негізгі сөздерінің бірі. Бүкіл ізгі хабар осыған негізделеді. Және Құдайдың осы кешірімі адам жер бетінде ие бола алатын ең бағалы құндылық болып табылады. Дәуіт патша бұл туралы келесі сөздер жазады. Әділетсіз істері кешірілген, барлық күнәларынан ақталған, қандай бақытты әрбір жан. Еміз мойнына кінә артпайтын, қандай бақытты әрбір жан. Бұл өзінде де ешқашан күнә жасамаған адам бақытты деп жазылмаған. Өйткені жер бетінде ондай адамдар мүлде жоқ. Бірақ әділетсіз істері кешірілген, барлық күнәларынан ақталған, қандай бақытты әрбір жан. Еміз мойнына кінә артпайтын, қандай бақытты әрбір жан дейді. Кешірім бұл киелі жазбаның ұлы және негізгі сөздерінің бірі. Бұл сөздерде таңғаларлық жағдай бар. Миха пайғамбардың кітабындағы үзіндіні 7-ші тарау 18-19 аяттарды тағы да бір рет оқып шығайын. Тыңдаңыздар. Өз меншікті халқын кінәсінен арылтатын, әрі оның тірі қалғандарының теріс істерін кешіретін сен сияқты қай Құдай бар? Сен мәңгілікке қаһарланбайсың, қайта берік мейірім көрсетуден рахат табасың. Сен бізге қайтадан рахымыңды көрсетесің, әділетсіз істерімізді аяғыңмен таптап, күнәларымыздың бәрінде теңіздің тұңғиығына тастайсың. Осы үзінді кешірімнің неге негізделетінін бізге айтады. Назар аударыңыздар. Қайта берік мейірім көрсетуден рахат табасың дейді. Құдайдың әрекеті оның осындай сүйіспеншілігінен келіп шығады. Бәлкім, сізге дәл осы жерде өзіңіздің Құдай туралы ойыңызды қайта қарап шығуыңыз қажет шығар. Ол сізді сүйеді. Ол мейірім көрсеткісі келеді. Ол өз ұлын сүйетін әкеге ұқсап, оны кешіру үшін құшағын жайып қарсы алуға дайын тұрады. Ұлы қашан келіп одан кешірім сұрайды деп тағатсыздықпен күтеді. Құдай да солай мейірім көрсетуден рахат табады. Міне сондықтан да
кешірім мүмкін болатын нәрсе. Құдай біздің күнәларымызды қуанышпен кешіретінін айтып болған соң, пайғамбар күнәларымыздың бәрінде теңіздің тұңғиығына тастайсың деді. Құдайдың айтып отырған теңіздің ең терең жерін, теңіздің тұңғиығы сияқты терең екенін Миха білді ме жоқ па, оны білмеймін. Бірақ ол жерден қайтуы мүмкін емес болғаны, оған да, сонымен бірге бізге де анық түсінікті. Құдайдың кешірімі ақтық кешірім. Киелі жазбада ол біздің күнәларымыздың бәрінде теңіздің тұңғиығына тастайтындығын айтады. Бір кісі осы үзіндіні түсіндіріп жатып былай деген екен: Құдай теңіздің түбіне біздің қылмыстарымызды тастайды. Сөйтіп ол жерге тақтайшаға былай жазып қояды: балық аулауға тыйым салынған. Осы үзіндіде Құдайдың теңізбен салыстыруды қолданғаны, бізге егер Құдай кешірсе, ол ешқашан бұл туралы есіне алмайды деп айтады. Мен энциклопедиядан оқып білдім. Теңіздің ең терең жері бұл Мариандық ойпатта екен. Оның тереңдігі 11 километр және 34 метр екен. Сол жерге лақтырылған тиынды тауып алу мүмкін емес сияқты. Құдайдың кешірімімен де дәл солай. Егер жасаған күнәларымыздың атын атап Құдайдан кешірім сұрайтын болсақ, ол кешіреді және ешқашан оларды қайтадан есіне алмайды. Құдай: алайда мен өз еркіме сай қылмыстарыңды өшіріп тастаймын, енді қайтып ешқашанда күнәларыңды есіме алмаймын деп айтады. Ишая пайғамбардың жазбасы 43-ші тарау 25-ші аят. Құдайдың кешірімі оның мейірім көрсететін сүйіспеншілігіне негізделген. Ол кешірген күнәлар ешқашан еске алынбайды. Ол мәңгілікке ұмытылады. Сен күнәларымыздың бәрінде теңіздің тұңғиығына тастайсың. Осы үзінді бізге тағы бір маңызды нәрсе туралы айтады. Әділетсіз істерімізді аяғыңмен таптап, күнәларымыздың бәрінде теңіздің тұңғиығына тастайсың. Ол аяғымен таптап өшіріп тастайды. Және бұл сөз орындалды да. Ишая пайғамбар бұл туралы: әділетсіз істеріңді тұмандай сейілттім, күнәларыңды жел айдаған бұлттай жоқ еттім. Енді теріс жолыңнан қайтып, бет бұр өзіме, мен қамқоршың болып құтқарып кешірдім деп айтады. Осы істі Құдай бүкіл адамзат үшін Иса Мәсіх айқыш-ағашта құрбан болған кезде орындады. Сол жерде біздің күнәміздің құны өтелді. Елші Петр Мәсіхтегі құтқарылу туралы ізгі хабарды уағыздағанда кешірім туралы былай дейді: ол бізге, халыққа, Құдайдың тірілер мен өлілерді соттауға тағайындаған кісісі сол деп жариялап, куәлік келтіруге әмір етті. Барлық пайғамбарлар Иса туралы оған сенген әркімнің күнәлары оның арқасында кешіріледі дегенге алдын ала куәлік келтірген. Елшілердің істері 10-ші тарау 42-43 аяттар. Ол біздің күнәларымызды таптап, бізге тегін кешірімді ұсынады. Оған жеке ие болуыңыз үшін оны сеніммен қабылдауыңыз қажет. Енді сіздер Миха Құдайдан осы маңызды шындықты естіген кезде оның не үшін таңғалғанын түсінесіздер. Өз меншікті халқын күнәсінен арылтатын, әрі оның тірі қалғандарының теріс істерін кешіретін сен сияқты қай Құдай бар? Сен мәңгілікке қаһарланбайсың, қайта берік мейірім көрсетуден рахат табасың. Сен бізге қайтадан рахымыңды көрсетесің. Әділетсіз істерімізді аяғыңмен таптап, күнәларымыздың бәрінде теңіздің тұңғиығына тастайсың. Қымбатты тыңдарман, ол сізді де кешіруге дайын. Елші Петр Құдайдың Иса Мәсіхтегі кешірімі туралы осы ізгі хабарды ашып көрсете отырып былай дейді: ол бізге, халыққа, Құдайдың тірілер мен өлілерді соттауға тағайындаған кісісі сол деп жариялап, куәлік келтіруге әмір етті. Барлық пайғамбарлар Иса туралы оған сенген әркімнің күнәлары оның арқасында кешіріледі дегенге алдын ала куәлік келтірген. Кімде-кім Иса арқылы тәубе етіп, сеніммен Құдайға бет бұрып сыйынса, сол кісі кешірім алады. Осымен уағызымды аяқтаймын. Аман сау болыңыз.
Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, Немесе сізде қандайда сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7 айқұлақ inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын. Әрбір сәтте өмірімде киелі сенің қасыңда болғым келеді, құшағыңа мені алшы. Тәңірім сені мадақтаймын, жүзіңді аңсаймын. Сен жалғыз, сен маған қажетсің. Әр күнде мен табынамын, өзіңді арнаймын. Сен жалғыз, сен маған қажетсің. Тәңірім сені мадақтаймын, жүзіңді аңсаймын. Сен жалғыз, сен маған қажетсің. Әр күнде мен табынамын, өзімді арнаймын. Сен жалғыз, сен маған қажетсің. Тәңірім сені мадақтаймын, жүзіңді аңсаймын. Сен жалғыз, сен маған қажетсің.